Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әр жыл сайын жаңа жылда жасалатын салаттардың бірі оливье салатының рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен суға піскен картопымызды осылайынан аршып, тазалап, одан кейін 4 бүріштіге осылай ұсақтап тураймыз. Қатты ұсақтап жүрмеңіздер, салатыңыздың ірілеп орташа көлемде турасаңыздар әдемі көрінетін болады. Және бұнда тағы да сәбіздерімізді де осылай суға пісіріп аламыз да тазалап төрпіштеп тураймыз. Бәрін біркелкі тураймыз. Турап алған сәбіздерімізді ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте менде осындай колбаса түрі, оны да төрпіштеп сақтап тураймыз орташа көлемде. Достар, менің каналымда тағы да басқа да каналыма кірсеңіздер, плейлист ашсаңыздар, салаттар деген плейлист бар. Сонда мен кез келген салаттың түрін таба аласыздар. Майонезбен де және майонезсіздің түрлері де бар. Колбасамызды да ыдысымызға салып қоямыз. Ендігі кезекте міндетті түрде қиярды саламыз, тұздалған. Менде осындай кішкентай түрлері, сіздер жазда жапқан қиярларыңыз болса салсаңыздар болады. Қиярымыз салатқа ерекше дәм беріп тұрады. Келесі кезекте мен жұмыртқа пайдаланды. Мендегі жұмыртқа 3-4 дана болды. Соны да ұсақтап, осылай төрпіштеп тураймыз. Достар, менің каналымның жаңа көрермені болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыршаны басып қойыңыздар және поделиться кнопкасын бассаңыз, құрбы достарыңызға жібере аласыздар. Оны да ыдысымызға саламыз. Мен ыдысым бұның тарлау болып қалыпты, сондықтан бұны мен кенде ыдысқа салдым. Қазір майонезіміз жақсылап араластыру үшін. Енді үстіне жасыл бұршақтарымызды саламыз. Және дәміне қарай майонезіміз бен тұзымызды саламыз. Тұзды көп сал қоймаңыздар, себебі бізде бұнда қияр бар тұздалған. Сондықтан аз-аздан салыңыздар. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді жаңа жылдық кешімізде осындай салатымыз әдемі көрініс беру үшін осындай мен қаймақтың түбін кесіп алып тастадым да, осындай форма жасап алдым. Өйткені менде салаттарға арналған форма болмады, сондықтан осындай форма жасап алдым. Осылай форма жасасаңыздар, салаттарыңыз әдемі, дастархандарыңыз көрініп тұрады. Ақырын осылай ыдысымызды шешіп аламыз да, үстіне осындай аз көк қоя салдым. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Ас болсын.